Арман. Жоқ, жылдырбайды. Үйрөтө жакшы. Assalamu alaikum, hurmatlı туғандар, hurmatlı Muz TV kanalımızın görüşçülері. Биздин Бишкектеги чыгарылышыбыз туғандар уланып болуп атат. Бүгүнкү чыгарылышта Дача Судан туғандар. Сиздерге эки бир чоң атты Дача Судагы улакка чабылып жүргөн ушул улактын аттарын тартып көргөзүп бермекчибиз. Туғандар, биз менен бирге болуп, биринчи номердеги аттын толук маалыматын алганга аракет кылалы. Бул ат азыр багууда турган ат экен. Бул атты чабандестер, Кыргызстандагы күчтүү чабандестер чабып жүргөн Рекорд деген кайманаттагы биринчи номердеги атты тартып көргөзүүнү баштайлы. Боюн алдыда сиздерге өлчөп тартып бердик. Бул аттын толук маалыматы ээсинен мен алдым, өзүм айтып бере турган болуп атам тугандар. Жашы 3 асый болгондо 6 жаштагы Будён жылкысы экен тугандар. Будён породасындагы бою 1.70 чамалаган торпоголокко чабылып жүргөн ат экен. Кайман аты Рекорд деп тугандар. Рекорд десе көбү билген ат достор. Ушул ат сатууга чыкты, биринчи номерге коюлду. Мына аттын күрүктүгү аябай күрүк деп ээсин айтысы боюнча мен дагы сиздерге айтып берип атам. Аттын толук түзүлүшүн тартып көрсөтүп берип атам. Ден соолугу жакшы дейт. Жооштугу жоош, бирок жаңы үйрөнчүктөргө эмес, бул улакты күчтүү чапкан чабандестерге ылайыктуу ат экен. Себеби аттын ылдамдыгы өтө ылдам. Анча-мынча катуу отура албагандарды сынап коет экен ушул ат. Мына достор, бул аттын эми баасын айта турган болсок достор, баасы $15.000 коюлуп атат. Сөзсүз түрдө кеми болот. Андыктан улагы таамай ат Рекорд кимге жаккан болсо тугандар, номерлерге чалып байланыша берсеңиздер болот. Өкам акырын бастырчы. Бастырып көрчү. Азыр атты чаппайбыз достор. Себеби ат багууда турат. Эми гана мындай бастырып башташыптыр. Суутка даярдап атышат экен. Андыктан чоң ат кимге керек болгон болсо, чоң атты ким караштырган болсо, ушул мына достор, атты көрдүңүздөр. Рекорд деген ушул ат болот. Баасы $15.000. Мына буттары, ден соолугу баары жайында экен. Андыктан тугандар, чалыңыздар. Бул биринчи ат болду. Кийинки ат кайсыл ат болду көрөбүз тугандар. Bastırır. Canı var. Taytayat kocan var. Taytayat. Tak. Oldu. Mına dostlar, bul dağı öte çoğun at tuğanlar. Bul dağı Akjal hayvanatındağı palbanat. Бул балбанаттын улагы 100% тугандар. Торпоголокко чабылып жүргөн атты экинчи номерге койдук. Мына жаныбар торпоголокто ортодо турган ат экен. Бул ат боюнча азыр маалыматты ээсинен сурап алдым тугандар. Өзүм бере берейин. Бул өзү Ошто чабылган. Бул жакта дагы чабылып жүргөн тугандар. Атты тартып көрсөтүп атабыз. Метр менен боюн өлчөдүк. 6 жашта, ошондо 3 асый тугандар. Бул дагы аттын ден соолугуна келсек, ден соолугу
буттары, қолдары таза. Торпа олаққа чабылып жүрген бұл аттың өзінің тұрған тұрпатындағы бір сыра көріңіздер жоғын жолпылығын. Қазір сіздерге мындай көкіректерін, бұты қолдарын тартып берейін. Қайман атыдағы ақжал. Себебі бұл ақжалдың жалын көріп отырсыздар. Ушундай ақжал болғандығына байланышты Қайман атыдағы ақжал деп қойылып тұр. Жоғыштығы аябай жоғыш екен. Кириши чыгышы аттың бары зор екен достар. Азыр эми бир сыра бастыралыдағы бұл аттың азыр бағасын айта бастағандар. Кимге жаққан болса сұраштырып ээсinin WhatsApp номеріне түз байланыш номеріне чалып биле берсеңиздер болот. Мына балбан ат. Туғандар, бұл улақтың таамай атының бағасы туғандар келишимдик негизде болот экен. Ээсине чалып бағасын сурайсыздар. Себебі аттың улағына 100% гарантия бар. Торпа улақтың аты туғандар. Андықтан алдыдағы номерлерге чалып сураңыздар. Аттың көкірегі бұты қолын барын сіздерге тартайын. Үсті қандай екен үлкен? Толы. Үсті толы. Сіздердағы бір сыра сынап көрсеңіздер болады. Ат қандай екен? Bir бастырып қойшы ақырын. Чатқа аяқтарын көрсетейін. Улаққа чабылып жүрген ақжал, балбан ақжал екен туғандар. Мына атты барын көрдіңіздер. Атты қандай екен сынаңыздар туғандар. Ошентип бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз эки атты, эки күчтүү атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгармакчыбыз. Жаккан болсо класс деген белгини басып бул аттардын видеосун бөлүшүп кетсеңиздер болот достор. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду. Менин атым Замир. Көрүшкөнгө чейин туғандар.